Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 5-ші сыныптың 3-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп және лайк басып қоюды ұмытпаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз тіл бірлік құралы. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқыңдар. Өткен сабақтағы оқылым материалынан бұл мәтіннің құрылымында қандай айырмашылық бар екеніне назар аударыңдар. Біз Қазақстанға 1944 жылы Грузияның Түркияға шекаралас Ахалкалак деген қаласынан жер аударылғанбыз. Ол кезде мен ес біле қоймаған жас баламын. Өзінің даласындай дархан, пейілі кең қазақ халқы бізді жақсы қарсы алды. Бір бөлмелі үйінің бір бұрышынан екі бөлмелі үйінің бір бөлмесін босатып беріп, бүтінін бөліп, жартысын жарып беріп, аман-есен бейбіт күнге жеткізді. Ұлтым Әзірбайжан болғанымен, қазақтың қадірлі қызы болып жүргенім осы тілдің арқасы. Қазақтың тілі киелі, киелі тіл жүрген жерде күйе жұқпайды. Асылы Османның сөзі екен. Бірінші сұрағымыз: мәтінге қалай тақырып қояр едіңіз? Асылы Османның осы әңгімесінен нені байқадыңдар? Бүтіннен бөліп, жартысын жарып деген тіркестердің мәнін қалай түсінесіңдер? Қазақ тілін еркін меңгерген өзге ұлт өкілдерінен тағы кімдерді білесіңдер? Бұл жердегі яғни жер аударылып келгендер деген, яғни басқа елден еріксіз мәжбүрлі түрде қоныс аударылғандар. Ал киелі дегеніміз қасиетті сөзімен пара-пар мағыналас сөз екен. Осы сұрақтарға бірінші жауап берейік. Мәтінге қандай ат қоюға болады? Яғни біз өткен сабақта ана тілі туралы мәтін болса, бұл жолы біздің ана тілімізде сөйлейтін өзге ұлт өкілі жайында айтылған. Бірінші сұраққа қазақтың қадірлі қызы, киелі қазақ тілі, пейілі кең қазақ халқы деген сияқты осы тақырыптардың біреуін таңдауға болады екен. Бұл тақырыптарды қою себебіміз бұл жерде, яғни шынымен де қазіргі таңда қазақтың қадірлі қызы болып жүрген қыздың хикаясы айтылған. Екіншіден, ол қыздың қазақ тіліне деген киелі деп айтылғаны және қазақ халқының сол кездегі көмектескені, яғни пейілі кең қазақ халқы жайында айтылған. Ал оның бұл мәтінде қазақ тіліне деген, еліне деген құрметін байқаймыз. Ал үшінші сұраққа жауап беретін болсақ, яғни бүтінін жарып дегеніміз, бұл яғни өзінің балаларынан бөліп жармай, өзіндегі бармен бөлісіп, сондай яғни ниетін, пиғылын білдіру. Қазақ тілінде сөйлейтін басқа өзге ұлт өкілдері өте көп. Соларға Шиповских, Лаксутова, Байрамуков деген сияқты кісілерді айта кетсек болады екен. Екінші жаттығу: түсініп оқып, жаттап алыңдар. Тірек сөздерді анықтап, дыбыстық талдау жасаңдар. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады. Қазақстандықтардың басын біріктіруші фактор қазақ тілі. Сондықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін баршамыз бірігіп көтеруіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл мәтіндегі тірек сөздер қазақ тілі, ортақ қатынас тілі, қазақстандықтар, фактор және мемлекеттік тіл деген сөздер болады. Бұл жердегі F дыбысы ғана кірме сөзде кездесетін дыбыс, яғни фактор деген сөз бізге өзге тілден келген сөз, ал қалғандары қазақтың төл дыбыстары болып келеді екен. Келесі үшінші тапсырма бізде Мұхтар Шақановтың кітабынан алынған үзіндіні тыңдап, көтерілген мәселені түсіндіріңдер дейді. Біріншіден, өзімізден бұл үнтаспаны тыңдап аламыз, және ол үнтаспадағы көтерілген мәселе былай: үзіндіде, яғни жас сәбилер, нәрестелердің туылғаннан бастап ана тілін түсініп, ана тілінің ата-бабадан мұра болып қалған генетикалық ақпарат екені жайлы айтылған екен. Келесі төртінші тапсырма бізде төмендегі мәтінді оқып, деңгейлік тапсырманы орындаңдар дейді. Ең алдымен, сәлеметсіз бе? Менің атым Грейс. Мен Таразда тұрамын. Тараз әдемі қала. Рахмет деген сөздерді үйрендім. Қала бірден ұнады. Тал терегі ағашы көп екен. Адамдары да қонақжай, бауырмал. Содан соң бұл қаланың ауа райы ұнады.
Қазақ тілін үйрену алғашында қиынға соқты. Мұғалімдерге рахмет. Қазақ тілін үйрену үшін барлық жағдай жасалынған. Филиппиннен келген Грейс Падриканың жазбасынан алынған екен. Енді деңгейлік тапсырмаларды көрейік. Бірінші деңгейде, яғни соңғы үшінші сөйлемдегі дыбыстарды дауысты және дауыссыз түрлеріне топтастырып жазу керек екен. Екінші деңгейде өздерің ізденіп, осыған ұқсас мәтінді табамыз. Үшінші деңгей Грейстің жазбасы мен Асылы Османның естелігіндегі ақпаратты салыстырып Вени диаграммасына түсіретін боламыз. Ендеше бірінші тапсырма, бірінші деңгей соңғы үш сөйлемдегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды топтастырамыз. Яғни дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды мен жазып қойдым. Оны өздеріңде айыра алатын боларсыңдар. Осы соңғы үш сөйлемде кездескен дауысты және дауыссыз дыбыстар болып келеді. Екінші деңгейде бізде ақпарат келтір деген осыған ұқсас. Әлемдегі ең танымал тілдердің бірі ол Қытай тілі. Әлемде 1,3 миллиард адам осы тілде сөйлейді екен. Қытай тілі Қытай, Тайвань және Сингапурдың ресми тілі болып табылады. Ол әлемдегі ең қиын тіл болып саналады екен. Үшінші диаграммаға келетін болсақ, біз Грейс жазбасында, яғни ана тілінің қан арқылы берілетіндігін білеміз, ал Асылы Осман жазбасында өзге ұлттың қазақ тіліне деген құрметі жайында айтылған екен. Бірақ осы екі жазбаның ортақ мәселесінде екеуде тілдің маңыздылығы, тіл жайлы айтылған мәтіндер екенін көруге болады. Бесінші тапсырма. Тіл туралы нақыл сөздермен танысыңдар. Жұпта бір-біріңмен талқылаңдар. Т кестесін толтырыңдар дейді. Біріншінде, яғни нақыл сөздер және де түсіндірме, комментарий сөздерді айтамыз. Яғни біз нақыл сөздерді қалай түсінетін болсақ, өз тілімізде солай жеткізуге тырысамыз. Енді нақыл сөздерді оқып, қатарына түсіндіріп шығайық. Тіл достықтың алтын көпірі. Бұны қалай түсінеміз? Адамдардың, яғни табысуы үшін тіл маңызды құрал. Тіл маңызды дегенді білдіреді. Тіл ақылдың өлшемі. Яғни адам тіл арқылы адам ойындағысын жеткізеді, ал ойындағысын дұрыс жеткізе білген оның ақылының өлшемі болады екен. Әдеп басы тіл. Адамның дұрыс сөйлеуі оның әдебінің жоғары екенін, яғни өлшемін көрсетеді екен. Аузы құлып сандықты, тіл тіс ашпаса тіл ашады. Яғни тілге шебер болсаң, яғни жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады деген сияқты тіл арқылы біраз ақпараттарды білуге болады. Тіл арқылы адамның ішіндегісін, сырын, тағы да басқаларын біліп алуға болады екен. Алтыншы тапсырма бізде қазақ тілін үйреніп жүрген өзге ұлт өкіліне достық көңілдеріңді білдіріп хат жазыңдар. Хат мәтінінің кіріспесінде өздерің жаттаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінен үзінді негізгі бөлімде төмендегі сөздер болсын. Соңында өздеріңді таныстыруды ұмытпаңдар. Мұратыңызға жетіңіз, сәттілік тілеймін, мерейіңіз үстем болсын, нұр жаусын, айыңыз оңынан тусын. Яғни осы сөздерді болмаса бірнешеуін пайдалану арқылы хат жазып көрейік. Сәлем, Ариел. Көңіл күйің қалай? Тіл үйрену қиынға соғып жатқан жоқ па? Қазақ тілі әлемдегі ең әдемі тілге жеңіл тілдердің бірі. Саған тек сәттілік тілеймін. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев атамыз айтқандай, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Сондықтан ертерек мұратыңа жет. Қазақ тілі біздің елімізді танудың бірден-бір кілті. Мерейің үстем болсын. Ізгі ниетпен, құрбың Ақерке. Осыған ұқсас өзімізде хат жазып үйренеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.